Ассаламу алейкум қыздар. Бүгін маған келген товар біреу осындай 2 коробка и 1 пакет зат. Алдымен распаковканы көрмес бұрын каналға тіркеліп лайк басып қояйық. Сіздермен күшті заттармен бөлісемін. Бізде менің етігім точно ашып көрейік. Коробкасымен. Коробка мыжылған, қарап тұрсыздар. Ал іші мынадай. Купон. Әр нәрсенің өзіне тоқылған. Вау. Қараңыздар. Сәл басы мүжілген. Дұрыстап қарайық. Дұрысталады. Ішін көрсетейін сіздерге. Не мынадай. Качествосы жақсы сияқты. Бұл менің өзіме берген етігім. Табаны осындай. Маған ұнады, менің беретін бағам, онда он. Іші әдемі. Келесі бізде қызымның етігі деп ойлаймын. Ашып көрейік. Тоже коробкамен келген, но коробкасы мыжылған. Вау. Қызымның етігі. Менің оның алдында басқаша етік берген. Сосын мынаның іші қалыңдау болғасын осыны бердім. Но видите, мына жерде қара тігістермен тігілген, ома ұнамай тұр. Но ішінде качествосы жақсы екен. Мындай қалыңдағы. Алдыңғы етігім жақалау болды сәл бұдан. Но мынаның качествосы жақсы. Только узоры, мына тігістері ұнамай тұр. Так, бұлай жақсы, тігістері бәрі жақсы екен. Осындай томпиған етік. Бізде не екен? Көрейік, кішкентай коробкада. Бұл посылкалармен ұзақ күттім, сондықтан не бергенді ұмытып қалдым. Шынымды айтсам. Бұл қазір. Аяққа арналған бальзамдар. Өзіме бердім бұны. Бұл жерде ароматпен берілген, әртүрлі. Бұл маған өте арзанға түсті. Кейін сайттан қарап сіздерге бағасымен бөлісетін боламын. И каждыйына бөлек қасықшасын салып жіберген. Бізде қандай зат екенін көрейік. Примерно мен біліп тұрмын. Сонда Қытайдан бердісің ба деп айтатын болсыздар. Бұл бізде қолға, аяққа маска жасағаннан кейін киюге арналған 100 штук қолғап и 100 штук аяққа. Мынау не екенін білмедім. Кейін ашып көрсетемін. Инстаграмда. Қолға киюге арналған. Маска жасап аласыз, қолдарыңыз, аяқтарыңыз жұмсақ болады. Бізде қандай посылка екен көрейік. Бұл жолы чисто киімдер, аяқ киімдер болды. Вау, мынау детский поло слип. Ыдысын көріпсіңдер, күшті екен. Енді 80-ші размер бұл. Сіздерге бұлай көрсетейін. Качествосы күшті. Настоящий хлоп көрініп тұрған шығар. И ілгектері тоже. Мына жердегісі тоже күшті тігілген. В общем, маған бұның качествосы ұнады. Бұл мен сатуға алдым бұны. Егер балама барса, балама алып қалам. Келесі бізде қандай посылка. Кім табады? Бұл бізде кофта. Бұл қазір качествосын сізге көрсетемін. Бұл маған екеу берілген жоқ. Мен өзім екеу заказ бердім. Не қараңыздар, качествосы қандай күшті. И цветі тоже күшті. Міне, прям күшті.
мына цветте тоже күшті екен. Біреуін қызыма берген. Күшті. Мынада маған качестволары, тігістері, бәрін қарасаңыздар болады. Өте аккуратный екен. Материал прям күшті. Келесі бізде қандай посылка екен? Біреу көрейік. Так, бұл не? Бұл двойка. Ер балаларға арналған қалың двойка. Материал енді қолмен ұстап тұрмын. Өте жұмсақ, жылы екен, прям сезіліп тұр қолыма. Шалбары. Мен мынаны нешінші размер бергенімді білмеймін, ұмытып қалдым. Но балама емес. Күшті екен. Көрсетейін. Белін тоже қараңыздар. Ішкі жағы прям күшті. Бізде қандай посылка? Так, бұл трико болу керек балама. Мынау памперспен киюге арналған трико. Модасы өзі сондай андай. Үлкен қопылдап қоятындар ғой. Качествосын қараңыздар. Қыздар, если отзыв қарайтын болсақ, описаниені аударатын болсақ, размерді точно қарайтын болсақ, товар өте качественно келеді. Мен қазір беріп жатқан товарлардың бәрі көңілімнен шығып жатыр, материалдары күшті екен. Келесі товар бізде жыртылып келген. Бірақ іші жыртылмаса болды, да? Іші нормальный міне. Қарайық. Бұл мен пижама деп ойлаймын. Взрослый пижама берген мен. Сол деп ойлаймын. Так. Китайда пижамалардың неше түрлі түрі бар. Басқаша фасон, басқаша модада. Үлкендердің размерін табу үшін есептеу керек болады. Мен сол есеппен өзіме берген. Алда ашылады, емізуге арналған. Материал күшті, пижамаға енді прям күшті жұмсақ материал екен. Мынадай шалбары. Енді мына жерде көрінбеуі мүмкін. Мына жердің материал басқаша, но мына жері күшті екен. Маған ұнады, мен бердім маған, онда оны ешең көрсетейін, резинка. Келесі бізде органайзер болу керек. Себебі үлкен коробкада мен басқа ештеңе берген жоқпын. Қазір сіздерге качествосын бұзайын. Вау! Мынаны сыртына жабыстырасыздар. Носкидікі, ішкиімдікі тоже. Осылай. Мына жеріне жабыстырып, шкафқа болса қойып қоясыздар. Мынау іші міне. Мен бұның үшеуін бердім. Маған сынбай, жақсы келген, коробкамен жақсы ораған. Ұнады. Өте жақсы. Качествосы да күшті екен. Прямо пластмассты емес, жұмсақ. Бізде қандай посылка екен, көрейік. Бұл күшті колготкалар. Қараңыздар қалай күшті орап жүреді колготкаларды. Негізі Китайдан колготки, носки дегендердің качествосы күшті келеді, қорқпай беруге болады. Обычный базардан алып жүрген колготкалар бұл. Мен сайтта бағасын ұмытып қалдым, но видеоны монтаждағанда мен жазатын болам, қандай бағаға алғанымды. Міне, қыздар, видеоны қарамас бұрын лайк басып, тіркеліп каналға астына комментарий қалдырыңыздар.